Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін біз қазақ тілінен өтетін сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі сан есім. Сабағымыздың мақсаты дара және күрделі сан есімді анықтау, мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау. Алдымен балалар мына сөздерге анализ жасап қарайықшы. Ол үшін екі бағандағы сан есімді салыстырайық. Әр бағандағы сан есімдер неше сөзден құралған деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бағанның сол жағындағы сөздер бір сөзден құралған, ал бағанның оң жағындағы сөздер екі сөзден құралған. Олардың құрамына қарап, өздерің қорытынды жасап көріңдерші. Қандай ереже шығаруға болады? Дұрыс, балалар. Олай болса, өткен сабақта біз сан есіммен танысқан болатынбыз. Енді сан есімнің құрамына қарай сан есім екі түрге бөлінеді. Дара сан есім және күрделі сан есім. Дара сан есім бір түбірден тұрады. Мысалы, 100, 1000, миллион. Күрделі сан есім дегеніміз екі немесе одан да көп сөзден тұрады және әр сөз бөлек жазылады. Мысалы, 68, 777, 10875. Түсінікті ме, балалар? Әрі қарай сабағымызды толығырақ түсіну үшін мына видеороликке назар аударайық. Ай мектеп. Міне қызық. Қандай қызық? Алан аға, маған да оқып беріңізші. Әлемдегі ең ұзын өзен Мысырдағы Ніл өзенінің ұзындығы 6675 шақырым екен. Қызық екен. Қандай ұзын өзен, қандай ұзақ сөз. Ал жер бетіндегі ең биік тау тізбегі Гималайдың орташа биіктігі 7620 метр болады екен. Иә, биік тау екен. 7620 деген сөз де ұзын екен. Дана, таудың биік екендігі дұрыс. Ал 7620 деген сөздің ұзын екендігі қате. Неге? Қазір түсіндірем. 7620 деген сөзге сұрақ қойшы. Қанша? Неше? Дұрыс. Қанша? Неше сұрақтарына жауап беріп, заттың санын білдіретін сөздер сан есім деп аталады. Заттың санын білдірсе, сан есім ғой. Дұрыс. Сан есім сөздер екі түрлі болады. Дара деген жалғыз ғой. Иә, дара сан есім бір сөзден тұрады. Мысалы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 саны 10 және 1 сөздерінен құралған, яғни 2 сөзден құралған. 12 саны 10 және 2 сөздерінен құралған ғой. Дұрыс. 111 саны 100, содан кейін 10 және 1 сөздерінен құралған. Яғни, бұл күрделі сан есім 3 сөзден құралған. 555 саны 5, 100, 50 және 5 сөздерінен құралған. Яғни бұл күрделі сан есім 4 сөзден құралған. Дұрыс. Яғни, күрделі сан есім 2 немесе одан да көп саннан құралады.
Ал күрделі сан есімнің құрамындағы әр сөз жеке-жеке жазылады. Түсіндім. Ніл өзені ұзын екен. Бірақ 6675 деген сөз ұзын емес. Ал Гималайшы? Гималай биік екен. Ал 7620 деген күрделі сан есім екен. Әр сөз бөлек-бөлек жазылады. Балалар, келесі шығармашылық тапсырмаға назар аударайық. Алдымызда бірнеше мақалдар берілген. Көп нүктенің орнына тиісті сан есімдерді тауып жазуымыз қажет. Бірінші мақалға қандай сан есім қояр едік, кәне кім айтады? Білгенің 19, білмегенің 99, жарайсың. Келесі мақал бойынша 32 тістен шыққан сөз 30 рулы елге тарайды. Өте жақсы. Келесі 7 кедей жиналғанмен ортасынан бір бай шықпас. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, бірінші мәтінге назар аударайық. Алматы облысы Есік қаласынан табылған алтын адам бейнесі дүние жүзін таңғалдырды. Қорғаннан 7 метр тереңдікте жерленген жас сақ көсемінің сүйегі табылды. Оның тәжінен бастап аяқ киіміне дейін атты, жолбарысты, тау ешкінің, түрлі құстарды бейнелейтін 4000 алтын алқа қадалған. Бас киімінде 2 тұлпар аттың бейнесі бар. Балалар, мәтін не туралы айтылған? Дұрыс, балалар, алтын адам бейнесі туралы. Енді балалар, мәтіннен сан есімдерді тауып, оның дара күрделі екенін ажыратыңыздаршы. Кәне, кім айтады? Дұрыс айтасыңдар. Дара сан есімге 7, 2. Ал күрделі сан есімге 4000 деген сөздер жатады екен. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, мынандай тест сұрақтарға жауап берейікші. Бірінші сұрақ. Сан есім қандай сұрақтарға жауап береді? Жарайсың. Қанша, неше? Екінші сұрақ. Күрделі сан есімді көрсетіңдер. 55, 82. Өте жақсы. Көп нүктенің орнына керекті сан есімді жазыңдар. 7 рет өлшеп, 1 рет кес. Төртінші сұрақ. Сан есім дегеніміз не? Сан есім заттың санын білдіреді. Жарайсың. Әрі қарай. Дара сан есім дегеніміз не? Дара сан есім бір түбірден құралады. Өте жақсы, балалар. Олай болса, балалар, үйге сан есімдерді қатыстырып, біздің сынып деген тақырыпта шағын шығарма жазып келесіңдер. Назарларыңызға рахмет.